Это было, и мы вам оформим, дадим возможность оформить, получить техпаспорт, и после этого и Баби там тоже участвуют, они дадут свое согласие. Менің сұрағым жер туралы. 1999 жылы өзін атқан Қадилов Заменбек берген болатұғын. 2000 жылы күйеуімді қағып кеткен адамдар қатырып береміз деп, өзім алмайтын қатырып осы күнге дейін бермей келатыр. Жаңағы жерімді қаншама рет қалалық нелерге беріп отырдым, аудандыққа беріп отырдым, барлық жерге беріп отырдым, жазбаша жаздым, түрлі нелердің бәрін жаздым. Соған байланысты осы күнге дейін мен жер салдырмай келгем. Бірақ менің артымнан екі адам жұмыс орнын пайдаланып отырып асыра сілтеу мақсатында екі адамға акті берілген. Архитектор болып жұмыс істейді. Ал екінші адам оның адвокаты. Оның 26 жыл бойына мен актының заңсыз болуына байланысты мен жер салдырмай келе жатқам. Бірақ сол жерден жылда салайын деп жатқан кезде мен тоқтатып тастайтынмын. Бір рет ағашпен қоршадым, бір рет темірмен қоршадым, алып тастады. Азамат 5 кемпірішке не документ өткізгем. Только менде извещение. Извещениені өткізген тұғымын. Ол сенің извещениең жарамайды деді маған. Жер бөліміне хабарлас дедім. Мен жер бөліміне хабарласпаймын дедім. Өйткені мен 2 рет сотқа бердім. Өзі жағып жүрген әйелді қорғаған сот болатын. Сол сот маған менің атыма емес басқа адамдарға жазып берді. Ол сотта жер бөлімінің бастығымын деп келген әйел, мен қағаздардың бәрі мен жер бөлімінің бастығымын деп келген әйел. Екінші рет городской сотқа берген кезде городской соттың судьясы болып шықты. Сонда көріңіз, жер бөлімінің бастығы, жаңа городской соттың бастығы, жаңағы аудан бөлімінің бастықтары бірлесе отырып, тағы біреусі бар ұмытып отырмын. Бірлесе отырып, сол жерді сол адамдарға ерінді. Кейін мен айналайын, мен жүгіре алмаймын, қызым айттым. Мен өз жерімді ешкімге беруге тырыспаймын дедім. Сол жерді жаңағы өздерін жүріп, аласыңдар ма, сатасыңдар ма, үй саласыңдар ма, өздерің істейсіңдер дедім. Ол менің заңды жерім дедім. Сонымен қызыма бергем. Ол Хорошо, аналарда сөйледі ғой 5 сағат. Тарапа кешіресіз. Мен бұл сұрағыңызды осы 7 ай болды ма, осы жағалаудан әкім болғаныма, айына бір рет сол сұрағыңызды естіп жатырмын. Сіз дұрыс айтасыз. Кезінде Нұрмбек Қалабаевич ағамыздың кезінде ол жер берілген. Мен ол мәселені де білемін. Мен сізге бірақ айттым, апа, маған бүкіл заңдастырылған, сізге нақты берілген, сіздің марқұм күйеуіңізге берілген документтеріңіз бәрін әкеліңізші. Бірге қарап, сотқа жүгініп қалап, оны істей аламыз. Енді мен сізге бір қызық әңгімені айтайын. Одан мен сізге уже бірнеше рет айттым. Жоқ. Ол учаскеге, ол біздікі емес, біз ол жер телімдерін бөлмейміз. Осы жерге мысалға қаншама халық жиналды, сол тек біздің Алатау ауданынан сол сұрақтың комиссиясының бастығы, бүкіл жаңағы комиссия қайт адамдар шақырды. Мен сізге айттым, Сарапа, маған келіңіз, бірге сотқа жүгінейік, жақсы ма? Басқаша мен ол сұрақты комиссиямен, Шахановпен өзім шеше алмаймын. Сот арқылы жұма күні сағат 8-де келіңіз, бірге шешейік. Мына жерде халықтың, өзіңіз білесіз, 3-4 легализацияға кірмей қалған адамдардың бірталай сұрақтары бар. Мен жаңағына өзекті мәселелерді санағанда 1000-нан астам участок бар. Апа, жарайды, бір-екі ауыз айта кетейін. Налоговыйға. Жұма күні налоговый. Жұма күні әкімнің өзіне келесіз. Жұма күні. Жоқ, осы жерде айта кетейін да, налоговыйда 24 жылға дейін бірінші этажда жазылғанмын. Жұма күні келейін бе?